Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен зертханалық жұмыс жасайтын боламыз. Сіздер сүйекті түюге және күлге айландыруға болады дегенге сенесіздер ме? Дәл осы сұрақтың жауабын табу үшін бүгін біз сіздермен сүйектің химиялық құрамы бойынша зертханалық жұмыс жасайтын боламыз. Сүйектің құрамындағы биорганикалық заттар бар екенін анықтау. Бізге қажетті құралдар тұз қышқылының 1 молярлы ерітіндісі, сүйек және шаюға арналған су қажет болады. Біз ол үшін 3 күн бұрын тұз қышқылының 1 молярлы ерітіндісінде сүйекті салып қойдық. Қазір ерітіндіден сүйекті шығарып аламыз. Сүйекті жақсылап суда шаямыз. Қасиетін бақылап көреміз. Сүйек бастапқы қалпы қатты болған, қазір өте иілгіш, алғашқы қасиетін жоғалтты. Себебі сүйек тұз қышқылы ерітіндісінде барлық минералды заттары еріп кетіп, өз қасиетін жоғалтып алды. Келесі. Сүйектің құрамындағы органикалық заттар бар екенін анықтау. Бізге қажетті құралдар кептірілген сүйек және құрғақ спирт. Алдымен құрғақ спиртті жандырып аламыз. Кептірілген сүйекті жандырамыз. Сүйегіміз жанады. Және сүйегіміз мұртысынады. Яғни бүгінгі практикалық сабағымыз сүйектердің химиялық құрамын зерттеу. Жалпы сүйектердің химиялық құрамына келетін болсақ, сүйектің химиялық құрамы минералды заттардан және органикалық заттардан тұрады. Органикалық заттардан тұрады. Минералды заттарымызға су және минералды заттардың ішінен кальций карбонаты. Ал органикалық заттарымызға нәруыз және май. Осы су мен минералды заттарымыз сүйекке қаттылық және беріктік қасиет береді. Қаттылық және мықтылық қасиет береді. Ал нәруізіміз, майымыз иілгіштік және серпімділік қасиет береді. Осы қаттылық және мықтылық, иілгіштік, серпімділік қасиет екеуі бірігіп, сүйекке беріктік қасиет береді. Ал енді осы сүйектің құрамындағы проценттеріне келетін болсақ, 50% су және 21,8 минералды заттар, кальций фосфаты бар. Сонда сүйектің 70%-дан астамы минералды заттардан тұрады. Ал қалған пайызы органикалық заттан тұрады. Яғни 12,5 нәруіз тектес зат асеннен тұрады және 15,7 майдан тұрады. Яғни органикалық заттарымыз сүйекке иілгіштік және серпімділік қасиет бергендіктен, балаларды жас кезінде спортқа, циркқа, балетке
ерте жастан береді, себебі олардың сүйегі ол кезде иілгіш және серпімді болады. Ал керісінше ересек адамдарда жас ұлғайған сайын минералды заттардың көлемі ұлғая бастайды, сондықтан олардың сүйектері мұртсынғыш болып жатады. Мысалы айтып жатады ғой, мысалы қол сынған кезде, мысалы жасың қаншада сонша күнде жазылады деп. Бұл мысалы жайдан жай айтылмаса керек. Енді бүгін біз сіздермен сүйектің құрамындағы органикалық және минералды заттарды анықтайтын боламыз. Бірінші жұмыстың барысында сүйектің құрамындағы органикалық және минералды заттардың бар екенін анықтаймыз. Ол үшін кәдімгі сүйекті біз еп көреміз және бүгіп көреміз. Яғни табиғи сүйекті бүгіп көреміз және сүйекті созып көреміз және пішіннің сол кезде қалай өзгеретінін анықтаймыз. Яғни біз жоғарғы видеода көргендегідей бізде сүйек иілген де жоқ, сүйек бүгілген де жоқ. Енді мынандай сұрақтарға жауап берейік. Жануардың табиғи сүйегін бүгіп одан кейін созып көрдік. Ол кезде ешқандай бүгілген де жоқ, созылған да жоқ. Себебі олардың сүйегінің құрамында органикалық заттар бар және минералды заттар бар. Бұл екеуі қосылып сүйекке беріктік қасиет берді. Сондықтан сүйегіміз ешқандай бүгіліп иілген жоқ. Ал енді екінші жұмыста сіздер көрдіңіздер, бір сүйекті жандырып көрдік. Бұл жерде сүйекті жандырған кезде көрдіңіздер, сүйек мұртсынып кетті. Қалыпты сүйек сынған жоқ. Бұның себебі неде екен? Қыздырылған сүйекті бүгу кезінде не болды дейді. Бұл қандай қасиетке ие болды дейді. Мұрт сынды. Яғни бұл кезде сүйектегі органикалық заттарымыз нәруызбен май жанып кетті. Сондықтан біз сүйекті мұрт сындырдық. Қалай ойлайсыздар, сүйекті не үшін күйдірдік? Сүйекті күйдірудегі себебіміз ол жерде біз сүйектегі органикалық заттарды күйдіріп, сүйектің құрамында тек қана минералды зат бар екенін анықтадық. Ол минералды заттарымыз сүйекке мықтылық және қаттылық қасиет бергендігін дәлелдедік. Сүйекті жандыратын болсақ, онда органикалық заттар жанып, су уланып кетеді. Мұны егер жай қыздырып жасайтын болса, онда сүйек өзінің пішінін толығымен сақтайды. Бірақ ол өте тез сынып, өтіліп кетеді. Яғни күлге айналып кетеді. Сүйектің қаттылығы негізі биоорганикалық заттарға байланысты екенін дәлелдедік. Екінші тәжірибеде сүйектің құрамындағы минералды заттардың бар екенін анықтадық. Яғни кальцийдің бар екенін анықтадық. Ол үшін біз сүйекті тұзғышқылына бірнеше күн бұрын салып қойғанбыз. Яғни сіздер видеодан көрдіңіздер, біздің сүйегіміз июге де келді және түйюге де келді. Яғни тұзғышқылына салған кезде сүйектің құрамындағы барлық органикалық заттарымыз, қалып, минералды заттарымыз, яғни кальций фосфаты еріп кетті. Сондықтан ол жерде бағана қаттылық, мықтылық қасиет беретін кальций болмағандықтан біздің сүйегіміз иіліп және түйюге келді. Тұзғышқылына салған себебіміз ол сүйектің құрамындағы барлық минералды заттарды ертіп жіберді. Яғни бұл екі зерттеу жұмысынан біз сүйектің мықтылық және қаттылық қасиет беретінін, сүйекті тұзғышқылына салған кезде олардың иілгіш екенін және серпімді екенін көзіміз жетті. Кәдімгі табиғи сүйек екі қасиетке ие. Сондықтан ол бүгілген де жоқ және мұртта сынған жоқ. Біз екі тәжірибеде енді мына кестеде қорытынды жасайық. Яғни біз сүйекті күйдірген кезде олардың құрамындағы органикалық заттарымыздың бәрі жанып кетіп, олардың құрамында минералды заттарымыз қалды. Яғни сүйектің қасиеті сүйек формасын бұзған жоқ. Сондықтан сүйегіміз мықтылық және беріктік қасиетке ие болды. Ал екінші декальцийленген сүйекте. Декальцийленген сүйек дегеніміз бағанағы тұзғышқылына салған кезде бұл жерде біздің минералды заттарымыз еріп кетті. Бұл жерде тек қана органикалық заттар қалды. Біз сүйекті бүгіп көре алдық және түйіп көре алдық. Сондықтан бұлар иілгіш және серпімділік қасиетке ие болды. Ал табиғи сүйек
бұл табиғи сүйектің құрамында минералды заттарымыз бар, яғни 71% минералды заттарымыз, 29% органикалық заттарымыз бар. Сүйектің қасиеті бұл жерде екі қасиет бірігіп, сүйекке берікті қасиет берді. Яғни бүгінгі біз зертханалық жұмыста сүйектің құрамындағы органикалық заттар мен бейорганикалық заттардың бар екенін, олар қандай қасиетке ие екенін көріп зерттеп білдік. Келесі сабақта басқа зертханалық жұмыстармен жалғастыратын боламыз. Сау болыңыздар.